Қазақстанда кәсіпкерлерге лицензия беру мерзімі 2 күнге дейін қысқартылмақ. Бұл туралы бүгін рұқсат беру заңнамасының жаңа қағидаттарын енгізу туралы жиында мәлім болды. Бұдан бұрын кәсіпкерлер мемлекеттік органдардан лицензияны алу үшін біраз әбігерге түскен. Ендігіде бұл мәселе бір терезе жүйесі арқылы тез шешілмек. Сондай-ақ кәсіпкерлер лицензия алу туралы сұранысын мемлекеттік органдарға электрондық түрде жібере алады. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы басқармасының төрағасы Абылай Мырзахметовтың айтуынша, алдағы уақытта лицензия және рұқсат беру заңдарын біріктіру көзделуде. Бұл рұқсат беру жүйесіндегі жүйелі проблемалардың бірқатарын шешуге ықпалын тигізеді дейді. Қазірден бастап лицензия дегенді өздеріңіз білесіздер. Лицензия беру саласының бәрі автомат түрде көшіріліп жатыр. Қазірге 230-ға жуық лицензия осы жылдың аяғына дейін бітеді. Келесі жылда тағы алдымыздағы 1-1,5 жылда барлық лицензияның бәрі электронды түрде берілетін болады. Сондықтан ол кәсіпкер мен лицензия беретін мемлекеттік шенеуніктердің арасындағы қарым-қатынас тек автомат түрде жасау. Қағаз жолбасын, қағаз беру мәселесін қысқарту.